Қайырлы күн. Саран қаласы нөмір 17 мектеп гимназиясының қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі Тажина Мақпал Абдуллақызы. Бүгінгі менің видео сабағымның тақырыбы Мұқағали Мақатаев «Сағатым қайда, сағатым». Бүгінгі сабағымның мақсаты өлеңнің мазмұнын басқа өнер туындыларымен салыстыра отырып, ондағы ортақ тақырыпты, ортақ философиялық идеяны анықтау болып табылады. Бірінші сабағымның тақырыбын болжау үшін экранға назар аударамыз. YouTube'тан ән қойылады. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы осы әннен байқағандарыңыздай сағат туралы болмақ. Яғни Мұқағали Мақатаевтың «Сағатым қайда, сағатым» өлеңі. Енді сабағымызды бастамас бұрын біз осы өлеңнің авторы Мұқағали Мақатаев туралы шағын бейне баянға назар аударамыз. Қиясың-ау қуанышты күлкіні, өмір деген бір жарқ еткен найзағай, өмір деген көк аспанның күркірі, қайта өмір өтесің-ау күні. Оқушыларға осы бейнеролик назарларына ұсынады, және бейнеролик барысында түртіп алу әдісімен оқушылар өздеріне қажет ақпаратты түртіп алып отырады. Енді сөздікпен жұмыс жасайтын болсақ, өлеңде қандай жолдар, қандай сөздер бізге кездеседі, соны түсіндіріп кетеміз. Тағат, яғни шыдам, сабыр, жасыл қанат ол шуақты күн, құлшыну, ынталану, жігерлену, ал асау тіршілік ол қарбалас өмір дегенді білдіреді. Келесі, осы өлеңмен балаларды таныстыру үшін, өлеңнің мазмұнымен таныстыру үшін біз жасанды интеллект арқылы жасалған Мұқағали Мақатаевтың өзі оқып отырған өлеңді таныстырамыз. Қалған ба тағы таң атып, жайған ба жасыл қанатын, таусылмас менің тағатым соқ менің сағатым. Келген бе тағы күн шығып, жерге құлшынып, енген бе тағы тіршілік. Армысың асау тіршілік. Тұрмысқа қажет табатын, беретін және алатын, мезгілде болып қалған ба алатын жерге баратын. Таусылмас менің тағатым соға бер, соқ сағатым. Бейнематериалды тыңдап болғаннан кейін, өлеңді тыңдап болғаннан кейін, тыңдалған бейнематериалдың негізінде оқушыларға сұрақтар беріледі. Уақытымызды үнемдеу үшін бұл сұрақтарға біз көлікпен саяхат жасау арқылы жауап береміз.
оқушылар түртіп алу әдісі арқылы керек ақпаратты өздеріне түртіп алған болатын. Сол арқылы сұрақтарға жауап береді. Мысалы, Мұқағали кім, қай жерде дүниеге келген деген сұрақтарға жауап береміз. Мұқағали ақиық ақын, Қарасас ауылында дүниеге келген. Тағы да осылай уақытымызды үнемдеу үшін қай жылы дүниеге келген деген сұрақтарға жауап береді. Биыл қанша жылдық мерейтойын тойлап жатырмыз деген де сұрақтарға жауап аламыз оқушылардан. Келесі тапсырмаларды орындамас бұрын мен оқушыларды топқа бөліп аламын. Топқа бөлу үшін онлайн білім платформасын қолдандым. 3 топқа бөліп аламын, және де бұл топтардың аты осы онлайн білім арқылы бөліп аламын топқа, 3 топқа. Және де 3 топтың атауы бүгінгі біздің сабағымызбен байланысты болады. Біріншісі музыка өнері тобы, екіншісі театр өнері тобы, және де сәулет өнері тобы болып 3 топқа бөлінеміз. Бұл топтарға берілетін тапсырма түрі мынандай: әр топ өлеңді өз топтарының атауларымен байланыстырып, салыстырып, постер қорғайтын болады. Осы жерде постерларын жазып қорғайтын болады. Өлең мазмұнын топ атауымен байланыстырып талдайды, және постерді жүйелі түрде қорғайды. Дескриптор топ атауы мен өлең арасындағы байланысты нақты түсіндіреді, кемінде 2 дәлел келтіреді, салыстыру элементін қолданып қорғайды, яғни ұқсастық айырмашылықтарын. Ол үшін балаларға жетекші суреттер беріледі, тақтаға шығарылады. Ол мысалы сәулет өнерінен бір үлгі, ол Биг Бен сағаты, театр өнерінен бір сурет беріледі, және де әуен, музыка өнерінен бір әуен беріледі. Әуенді біз тыңдаған болатынбыз, оқушылар сол әуеннің сөздері мен өлеңнің сөздерін салыстырады. Мысалы, өлеңде, әнші Әйгерім Қалаубаеваның әнінде сағат жасырады, сағат соғады, сағат ұрлайды деген сөздер бар. Сол өлең жолдары Мұқағали Мақатаевтың өлеңіндегі соқ-соқ сағатым деген жолдармен сәйкес үндес келеді. Ал Биг Бен суреті бізде бір уақытты жоспарлау, уақыттың символы іспеттес. Сондықтан да бұл сәулет өнерінің бір ұлы белгісі ретінде біз осы өлеңнің мазмұнымен бұны да сәйкестіре аламыз. Және де ал театрдың қандай ұқсастықтары және айырмашылықтары бар десек, бұл өлеңнің мазмұнымен театрда, кинодағыдай біз дубль жасай алмаймыз. Әртістер, актерлар, актрисалар ешқандай да дубль жасай алмайды. Сондықтан да сахнаға шыққан кезде бір демде, әрбір минут, әрбір секунд бағалы болған кезде бір демде өз рөлдерін атқарып сомдап шығады. Осында жетекші суреттер арқылы балалар өз тапсырмаларын орындайды. Көбіне қазіргі заманда жастар уақытты көбінесе әлеуметтік желіге жұмсайды. Балалар, оқушылар осы өлеңнің идеясын негізге ала отырып, уақытты тиімді пайдалану тақырыбында 5 нақты кеңес жазады. Дескриптор 5 нақты кеңес жазады, кеңестерді өлең жолымен байланыстырады және ойын жүйелі жазады. Оқушылар, балалар өздеріне дәптерлеріне 5-5 сөйлеммен 5-5 кеңестен жазып шығады. Яғни оқушыларға жетекші сұрақтар мен сөздер беріледі. Сол сөздерді пайдалана отырып, мысалы, балалар тайм-менеджмент үйренуі керек. Сол тайм-менеджмент арқылы күнделікті уақыттарын білім алуға, дем алуға, спортпен айналысуға бөліп отыру керек сияқты кеңестер жазылуы талап етіледі. Сабағымыздың соңында кері байланыс жасаймыз. Кері байланыста Padlet тақтасы арқылы әрбір оқушыдан сауалнама жүргізіледі. Балалар сабақта не қызық болды, не үйренді және алған әсерлерімен бөлісіп бір-бір сөйлеммен жазып шығады. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.